Байсқарова Рзия Фазылла кызы 25 ел ушу район һәм райондың тарихын туган якты үйрөнүү музейинде иштейм. Хәзерге вакытта ушу музейден мүдири булып турам. Һәм безнең музейыбызга 1994 елда эшкә килгән Әсмә Усманова белән 10 ел эшләдем. Бына Әсмә Усманова безнең музейга килгәндә biz ушу музейде оештыра гына идек. Һәм ул этнографияны яхшы, төптән белүсе кеше буларак безнең менә ушу залыбызды җиһазландырды. Үзенең фольклор төркеме белән бергә инәйләр ушунда йылып Bizim muzeyimizde 95 yılda, aslında 1995 yılda, şu vakitte uşularda matur edip yazandırlar. Yerine yetkirip. Hem tağla buna bundan kureyemegen orunda alıp durgan meyizdir. Şöyle, bu meyiz bizden yakağına has meyiz. Buna biz Esma Usmanovna ödevinin hizmetkarlarından Гали Ахметтен ауылға экспедицияға барған, шунда Әсмә Усманова ушу мейісті көріп қалдыла, міне етейінді. Зиля ушу фотоны ғаты ал, бұл біздің яқағына қас мейісті еді. Әм бұна ушу мейісті шеген сақта, шул фотоға қарап, ушу мейісті ішілеп қойдығын. Тағыла мұна біздің алдығда Әсмә Усманова тіккен кейімдер. Әсмә Усманова тіккен кейімдер. Біздің музейге тапшырды бұл кейімдерді. Мұна бұның екі елені, біздің Башқұрт қатын қыздарының ол тіккен екі елені хақлана. Мұна бұл Туңгауыл руы Башқұрт қатын қыздарының елені. Мұна бұл яқта тұрғаны біздің диарамалы тұрғаны. Ол витринада тұрғаны Әсмә Усманова өзі қолынан тіккен, өтерген Башқұрт қатындарының елені. Тағыла оның бір ел елек, оның қызы Рәзилә Толыбаева біздің музейімізға Әсмә Усманова әсәһәт тіккен, бұна кезекейді бөлек етті. Һәм бұна Башқұрт қатын қыздарының күнделік киімі. Тағыла әйтірек біздің музейімізде Әсмә Усманова тұрғанда бұна папка бар. Оның тұрғанда бүтті мәғлүмәттерді, оның документтарын, оның тұрғанда язылған мәқалдерді хақлайды. Һәм біздің музейімізде шолай бұна ұл түзілген фольклор түркім тұрғанда шулай материалдар. Әйтірге керек Әсмә Усманова, ол біздің районымыздың ардақтылы кішілерінің бірі, һәм ол әр вақыт біздің халық қатарында хақланасақ, біз музей хizmetkерлер боласақ, келесек буынға оның тұрғанда мәғлүмәттерді оның тұрғанда әр вақыт тапшырасақ.